Бокс десе бірден үлкен нокауттар еске түседі. Және бұл нокауттарды үнемі жасап отыратын әрине ауыр салмақтың жігіттері. Біз бүгін сіздермен әлемдік деңгейдегі ауыр салмақ жұлдыздары жайлы сөйлесеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті бокс мотив арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін сіздермен ауыр салмақтың жігіттері жайлы сөйлесеміз. Бұл жігіттер әлемдерді дүр сілкіндіреді, ең көп табыстарды табады, әлемге ең қызықты шоуларды, бокстың не екендігін барша жасөспірімдерге түсіндіреді. Үлкен кісілеріміздің барлығы да бұл ауыр салмақты сүйсініп тұрып қарайды. Сондықтан да біз бүгін әлемдік деңгейдегі жұлдыздардың өмірбаяны мен олардың мансабындағы қызықты оқиғаларға тоқталамыз. Ауыр салмақ деген кезде бірден әрине дәл қазір Александр Усик есімізге түседі. Себебі соңғы 25 жылдан бері алғаш рет барлық белбеулерді осы ауыр салмақта жинаған, біріктірген, 4 белбеудің барлығын біріктірген Александр Усик дәл қазір 37 жаста, 1987 жылғы, бойының ұзындығы 1,91, яғни 191 сантиметр, ал қолының құлашы 198 сантиметр. Жалпы бұл жігітті барлығы кішкентай деп ойлайды және кішкентай болды деп есептейді. Шынымен де бұл уақытқа дейін кішкентай болған, өзінің мансабын ең алғаш 75 кг салмақтан бастаған. 2005 жылы әуесқой боксты бастаған, ал 2013 жылы кәсіпқой боксты бастады. 2005 жылы үлкен жарыстарға шығып бастайды Александр Усик, және осы сәттен бастап ол 75 кг салмақ дәрежесінде бокстасқан. Яғни ойлаңыздар, 75 кг-нан қазір 100+ кг салмағы, қазір 102-104 кг салмақтармен бокстасып жүр. Яғни айырмашылық жер мен көктей. Енді әуесқой бокстағы жетістіктеріне оралатын болсақ, ең бірінші ол әлем кубогінде күміс жүлдегер атанған, кубок Европада алтын алған, одан кейін Еуропа чемпионатында қола және алтын медаль иегері атанған, және одан бөлек әлем чемпионатының қола және алтын жүлдегері. Және 2012 жылы өткен Олимпиада ойындарында, Лондон Олимпиадасында алтыннан алқа таққан. Кәсіпқой мансабын 2013 жылы бастап, 2016 жылы WBO бойынша бірінші ауыр салмақта, яғни 90 кг-ға дейінгі салмақта әлем чемпионы болады, және 2018 жылы барлық белбеуді біріктіреді. Және Мұхаммед Али кубогының иегері атанады, 2000 және де Зеринг белбеуінің иегері болады. Яғни бүкіл мүмкін болған белбеудің барлығын осы сәтте жинайды. Және осының барлығын жинай отыра, ол 2019-ға дейін ешқандай жекпе-жек өткізбей демалады, және бұл чемпиондық белбеулердің ешбірін қорғамайды. Одан кейін 90+ салмаққа, яғни ең ауыр салмаққа, абсолютті ауыр салмаққа өтеді. Және содан бері, міне 2019 жылдан бері осы уақытқа дейін 6 жекпе-жек өткізіп, ол жекпе-жектердің барлығын жеңіп, дәл қазір біздің алдымызда ең мықты абсолютті әлем чемпионы болып отыр. Яғни 2024 жылы ол керемет жеңіске жетіп отыр. Мысалы, 2012 жылы Олимпиада чемпионы, 2018 жылы араға 6 жыл салып 90 кг-да абсолютті әлем чемпионы, және де 2024 жылы жоғарғы салмақта абсолютті әлем чемпионы. Енді рекорды тіпті кіршіксіз, бүкіл боксшылардың барлығы да қызығатындай рекорд. Және де 22 жеңіске жеткен, 22 жекпе-жек өткізген, оның 14-ін нокаутпен жеңіп алған. Оның ішінде ең мықты қарсыластары Энтони Джошуамен 2 рет жекпе-жек өткізген, оның 2-інде де жеңіске жетті. Дюбомен жекпе-жек өткізді, оны да жеңіп алды. Одан кейін соңында, әрине ең соңғы жекпе-жегі ол Тайсон Фьюримен. Тайсон Фьюриді де жеңіп алды. Енді көптеген бокс мамандары Тайсон Фьюриді жеңе алмайды деп ойлаған еді, бірақ Тайсон Фьюридің өзін жеңіп кетті біздің Усик. Келесі біздің жұлдызымыз бұл Энтони Джошуа. Жалпы бойы 1,98, қолының құлашы 2,8 см, жасы дәл қазір 34-те, және осыған қарамастан ол 2012 жылы жоғарғы салмақта, абсолютті салмақта әлем чемпионы болған, Олимпиада чемпионы болған. Әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанған, яғни әлем чемпионы емес, тек қана Олимпиада чемпионы. Лондонда өткен, енді өз жерінде жұдырықтасып, әлемді өзінің аузына қаратты, мықты жігіттердің бірі негізі. Енді өзінің профессионалды рекорды дәл қазір 28 жеңісі бар, және 4 жеңілісі бар. Ол 4 жеңілісінің екеуі Александр Усиктен, біреуі Энди Руистан, және біреуі Дюбадан.
осы соңында өздеріңіз білесіздер, Дюбадан жеңіліп қалды. Бұл ұлыбританиялықтар жалпы әуесқой бокстан гөрі кәсіпқой боксқа көбірек мән береді, және оның бір дәлелін келесі біздің жұлдызымыздан аңғара аласыздар. Жалпы боксрек бойынша 2017 жылы бірінші орын болған, яғни рейтингте көш бастаған. Дәл қазір енді көшті бастап тұрған жоқ, топ 5-ке, топ 10-ға кіреді барлық рейтингтер бойынша. Бірақ ең жоғарғы дәрежесі сол 2017 жылы болған. Оған дейін, яғни алғашқы жеңілісін алғанға дейін жалпы Энтони Джошуаға үміт өте қатты болған, себебі 19-да 0 деген рекорды бар, және 19-ның барлығында жеңіп, барлығын нокаутпен жеңіп отырған мықты проспекттердің бірі атанған болатын кезінде. Келесі біздің жұлдызымыз бұл да европалық, ұлыбританиялық Тайсон Люк Фьюри. Жалпы бұл жігіттің историясы өте қызық, тарихы өте керемет, бірақ оған дейін біз кәсіби деңгейіне тоқталайық. 36 жаста, бойы 2,6 сантиметр, яғни 2 метр 6 сантиметр. Өте ұзын, өте үлкен. Және қолының құлашы 2 метр 16 сантиметр, яғни қолының құлашы өз бойынан ұзын. Және де өзінің рекорды боксрек сайты бойынша ең жоғарғы ұпаймен бірінші орында болған, осы 2024 жылдың басында Усиктен жеңілгеннен кейін қазір екінші орында тұр. Ал любительский карьерасында, яғни әуесқой мансабында 35 жекпе-жек өткізген, оның 31-інде жеңген, 26 нокаутпен және 4 рет жеңілген, бірақ үлкен жарыстардың барлығында жеңілген, яғни үлкен чемпионаттарға қатыспаған, және жастар арасындағы қатысып, ол жерде көбірек жеңіліске ұшыраған. Жалпы WBC бойынша әлем чемпиондығын Деонте Уайлдерден жеңіп алған болатын, және сол жекпе-жегінен бастап бұл әлемдік деңгейдегі үлкен жұлдызға айналды. Біз қазір Уайлдер жайлы айтамыз, бірақ оған дейін біз білуіміз керек, Уайлдер ол ең мықты жігіттердің бірі болған, және сол жігіттерді бұл Тайсон Фьюри жеңген. Оған дейін жеңіліп көрмеген, одан кейін де жеңіліп көрмеген еді, тек Александр Усикке ғана жеңілген болатын. Яғни бір рет ничасы бар, ол Уайлдермен, және бір рет жеңілісі бар, ол Александр Усикке. Сондықтан да бұл жігіт өте мықты проспекттердің, өте мықты чемпиондардың бірі. Келесі біздің жұлдызымыз тағы да ұлыбританиялық, бұл Дэниел Дюба. Дюба, өздеріңіз білесіздер, кеше ғана үлкен жұлдызға айналды. Бұған дейін негізі ол жігітті көп адамдар тани бермейтін еді, бірақ Энтони Джошуаны жеңгеннен кейін әрине бүкіл әлем тани бастады. 5-ші раундта сұлатып салды. Бұл енді керемет кеш болды, және бұл кештің жұлдызы әрине Дюба. Дюба өзі 27 жаста, өзі 2017 жылы бастаған өзі кәсіби мансабын, және сол жылдан бастап өзінің мықты жігіт екендігін дәлелдеп келе жатыр. Оған дейін әуесқой бокспен керемет нәтижелерді жасағысы келген, бірақ жасай алмады. Оның жолында енді мықтылар болды, сондықтан ол олимпиадаға да, әлем чемпионаттарына да қатыса алған жоқ. Оның бокстағы, яғни әуесқой бокстағы рекорды ешқандай үлкен жүлделер жоқ, бірақ 70 кездесу өткізген, оның 65-інде жеңіп, 5-інде жеңілген екен. Жалпы дәл қазір оның профессионалды, яғни кәсіби рекорды 24 кездесу, және оның 22-сі жеңіс, 21-і нокаутпен, яғни қолдарының соққысы өте ауыр екендігін көріп отырсыздар. Және бұл екі жігіттен жеңілген, оның біреуі өздеріңіз білесіздер, Александр Усик. Дюбаның дәл қазір бойы 1,96, ал қолының құлашы 1,98, және боксрек бойынша дәл қазір екінші орында тұр. Яғни ең Александр Усиктен кейін екінші орында тұр. Жалпы келесі кездесуі мүмкін жігіттердің бірі ол әрине осы Дюба. Яғни Усиктің келесі қарсыласы ретінде қаралып жатқан Дюба болатын. Кезіндегі жекпе-жегіне қайта қарап, ол кезде Александр Усик көбірек не жасаған екен, түрлі құйтырқы әрекеттер жасаған екен деген сынды түрлі пікірлер болып жатыр. Яғни жекпе-жек қайта талдауға түсіп жатыр. Яғни Усик таза жеңген жоқ деген сынды әңгімелер енді ғана көтеріліп жатыр Джошуаны нокаутпен жеңгеннен кейін. Келесі біздің чемпионымыз бұл Деонте Уайлдер. Бұл Америка құрама штатының жігіті, және бұл бойы 2 метр, қолының құлашы 2 метр 11 сантиметр. Америка енді көп үміт күткен чемпиондық белбеудің бәрін жинайды деген, ауыр салмақтағы жаңа жұлдыз болады деген жігіттердің бірі еді. Майвезердің командасында болған. Жалпы 30 жекпе-жекке дейін барлығын нокаутпен құлатып келген. Жеңген және нокаутпен құлатып келген. 32-ші жекпе-жегінде ғана ол көшілердің нәтижесіне
келді. Оған дейін мүлдем ол төрешілердің деңгейіне, төрешілердің шешім шығару деңгейіне жеткізбеген. Және ол ары қарайғы мансабында, яғни 31-ші жекпе-жегінде WBC белбеуін алған болса, 42-ші жекпе-жегіне дейін сол белбеуді қорғаған WBC-де. Және сол аралықта 2015 және 2020 жылдар аралығында, ал 2019 жылы бұл бокс-трек бойынша бірінші орын болады. Және сол аралықта Тайсон Фьюримен жекпе-жек өткізеді. Тайсон Фьюримен жекпе-жек өткізіп, алғашқы кездесуінде тең нәтижемен аяқталады. Негізі 9 раунд бойы Тайсон Фьюри ұпай саны бойынша жеңіп келе жатады, және соңғы раундтар кезінде қайта-қайта 3 рет нокдаунға түсіреді. Сол кезде Тайсон Фьюриге қатты қуанамыз, ол тұрғандығы үшін оны ұлықтаймыз, яғни ұлы боксшы ретінде санаймыз. Ал Уайлдерді дәл сол сәттерде 3 рет құлата алғандығы үшін, яғни Уайлдер ұпай бойынша жеңіліп келе жатыр еді, бірақ өзі нокдаун беру арқылы өзі тең нәтижені тіркеді. Бірақ келесі екінші, үшінші кездесулерінде өкінішке орай Уайлдер жеңіліп қалды. Ол жерде енді менің ойымша салмақ, удардың нақтылығы дейді ғой, сол жетіспеді деп есептеймін. Яғни Уайлдер ол кішкене арықтау, сондықтан ол күші жетпеді Фьюриге. Жалпы бойының ұзындығы, қолының құлашы, соққысының мығымдығы барлығы да өте мықты келіскен жігіттердің бірі еді. Және бұл жігіт жайлы қызық история. Бұл 2005 жылы өзінің карьерасын бастаған, және 2008 жылы, яғни 2005 жылы бастаған 85 жылғы, яғни 20 жасында өз мансабын бастаған, 23 жасында Олимпиадаға барған, және Олимпиадада да қола медальді иеленген 2008 жылы Токиода, Пекинде. Және осыдан кейін ары қарай ол 2008 жылы мансабын бастайды. Мансабын бастағаннан кейін кейбір жылдары бір жылда 7 жекпе-жек ұйымдастырған кездері болған. Бір жылдың ішінде 7 жекпе-жекке шығады. Ол деген сөз сонда 1,5 айда бір рет жекпе-жек өткізіп тұрады сонда. 1,5 айда бір рет жекпе-жек. Және бәрін жеңеді, бәрін нокаутпен жеңеді. Бұл енді кіршіксіз рекорд. Яғни ақша үшін бұл жігіт көптеген дүниелерге барған. Оған дейін енді өзі түрлі қиындықтарға ұшыраған, баскетбол ойнаған және басқа да жұмыстар жасап қиналып жүргеннен кейін ақшаны осы бокстан табуға болатындығын біліп осы жерге келген. Келесі енді Деонте Уайлдерді жеңген 3 жігіт болатын болса, бірінші Тайсон Фьюри, екіншісі ол Джозеф Паркер. Бұл жаңа зеландиялық жігіт, және бұл жігітте өте ескі кәрі деп айта алмаймыз. 92 жылғы 32 жаста үнемі ауыр салмақта бокс жасады. Бойы 1,93 және қолының құлашы 198 сантиметр. Жалпы бұл барлық сайттарда, барлық рейтингтерде топ 5, топ 10-ға кіреді, және кәсіби мансабында 38 жекпе-жек өткізіп, 35-ін жеңіп, 23-ін нокаутпен жеңіп, және 3 рет жеңілген екен. Жалпы бұл жігітте енді көп соңғы сәттерде белсенді емес, бірақ белсенді болатын болса, бұл жігіттің де негізі чемпиондық белбеуге үміткер ретінде қарауға болады. Себебі кейбір жекпе-жектері шынымен де өте мықты. Яғни дайындалып шықса жеңеді, дайындалмай шықса жеңіле ма, сондай бірдеңесі бар. Дәл осы Уайлдерді жеңген үшінші адам бұл Жан Желей, қытайлық. Жалпы бұл жігіт енді 83 жылғы ең кәрісі осы, 41 жаста, бойының ұзындығы 198 сантиметр. Енді керемет жігіт. Негізі қытайлықтардан бұндай ауыр салмақта чемпион шығады дегенге сену қиын. Жалпы чемпион болған, барлық сайттарда топ 5, топ 10-ға кіреді. Профессионалды, яғни кәсіби рекорды 30 жекпе-жек, 27 жеңіс, 22-сі нокаутпен және 2 жеңілісі, 1 тең нәтижесі бар. WBO бойынша уақытша әлем чемпионы болған кезінде, және де кәсіби мансабында бұл жігіт 52 жекпе-жек өткізіп, оның 34-інде жеңіп, 18 рет жеңілген екен. Бірақ соған қарамастан Азияда ойындарының чемпионы, Азия чемпионатының чемпионы, және әлем чемпионатының 2 дүркін қола жүлдегері, және 2008 жылы өткен Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Жалпы бұл жігітте кезінде жетістікке жеткен, барлық жетістіктерінің барлығы кезінде болған. Сондықтан да енді біз алдағы уақытта ауыр салмақ деген кезде жаңа жұлдызды көреміз бе деген кезде ол әрине және ол Дюба болады деп мен өз басым есептеймін. Ал сіздер қалай есептейсіздер? Енді қазақстандықтарға келетін болсақ, қазақстандықтардан дәл қазір Жан Касабутский, Нұрсұлтан Аманжолов және Иван Дычко бар ауыр салмақта, және бұлар да 34-33 жаста, және бұлар да алдағы уақытта 1-2 жылдың ішінде жақсы жекпе-жектер алып қалуы әбден мүмкін. Жалпы ауыр салмақ деген бұл бір сәтте сенің жұлдызың жанып кетеді, бір сәтте қайтадан өшіп қалуың да мүмкін. Мысалы, мексикалық
Энди Рюс деген жігіт бар. Ол кезінде Джошуаны жеңгеннен кейін өте танымал, өте атақты болды. Жалпы ауыр салмақта WBC өз алдына бөлек кеткен болса, мына жақта IBF, WBO және WBA белбеулері бөлек бір адамда кеткен. Яғни кезінде 2000 жылдардан бастап екі жаққа бөлінген пояс, содан бастап бірікпеген ғой. WBC басқа бағытта кеткен, мынау қалған белбеулер басқа бағытта кетіп отырған. Енді соның барлығын біріктірген ол әрине Александр Усик, бірақ оның өзі енді өздеріңізге мәлім IBF белбеуі ол Дюбаға тиесілі дәл қазір. Қалған 3 белбеу, яғни WBC, WBA, WBO бұлардың барлығы Александр Усикте. Енді осы жаңа жылдық қарсаңында Тайсон Фьюри мен Александр Усик арасында қайтадан жекпе-жек өтеді деуде, және осы жекпе-жекті өткізіп болғаннан кейін Александр Усик бәлкім Дюбамен қайтадан жекпе-жек өткізіп, абсолютті әлем чемпиондығын қайтадан анықтауы әбден мүмкін. Жалпы жастар арасында салмақ, енді бұл салмақ енді кішкентай ғана жас балдар, 20 жасар балдар чемпион бола салатын салмақ емес, негізі өте ауыр салмақ, соққылар өте мықты болады. Сондықтан да жастар бұл жерде жоқ. Бірақ кезінде Майк Тайсон, сол үшін ол Майк Тайсон болған. 19 жасында, 18 жасында барлық жекпе-жектерді өткізіп, жылына 10 жекпе-жектен өткізіп, 9 жекпе-жектен өткізіп, 20 жасында әлем чемпионы болған, ең жас әлем чемпионы болған ауыр салмақта. Сондықтан ол Майк Тайсон. Енді дәл ондай мықты боксшылар дәл қазір шығады, шықпайтынын білмеймін, бірақ маңыздысы мен ауыр салмақтың қызығушылығы, ауыр салмаққа деген қызығушылық ешқашан өшпейтіндігін анық білемін. Және жаңа басында Тайсон Фьюриге қатысты керемет бір оқиға бар деген болатынмын, тарих бар деген болатынмын, соны айтып өтейін. Жалпы Тайсон Фьюри бұл 2005 жылдары мансабын бастап, 2013 жылдарға дейін тек қана әрбір жекпе-жегінен кейін маған Кличконы алып келіңдер дейді ғой. Кличконы, яғни WBC бойынша әлем чемпионы, соны алып келіңдер дей береді. Сонымен ғана жекпе-жек өткізуім керек дейді. Өміріндегі бар мақсаты сол Кличконы жеңу болады. Және солайда жүреді 130-120 килограмм салмақпен жекпе-жектер өткізіп жүреді. Ақырында Кличкомен шығады, Кличконы жеңеді. Жеңгеннен кейін, поясты алғаннан кейін, өзінің мақсаты, өмірлік мәні қалмағаннан кейін ол өте үлкен зардапқа ұшырайды. Яғни наша шегеді, жаңағы қыз зорлайды, түрмеге түседі, өз-өзін тастап жібереді, және салмағы 180 килограммға дейін артып кетеді. Яғни өз-өзін өмірден жоғалтып алады. WBC белбеуді ортада тартып алады, одан кейін Уайлдер алады ол белбеуді, және арада солай уақыт өткеннен кейін ол WBC-ді қайтадан аламын деген мақсат қояды, және сол үшін де ол Уайлдермен қайтадан жекпе-жек өткізген кезде сен маған екінші өмір сыйладың деп рахметін айтқан екен Уайлдерге. Яғни Тайсон Фьюри оған дейін өмірінің мәнін жоғалтып алған болса, Уайлдер оған екінші бір өмір берген, өмір сыйлаған жігіттердің бірі. Жалпы бокспен айналысқан кезде, жалпы бір іспен ауырған кезде, қатты ауырып кетіп, жігіттер көптеген дүниелерді құрбан етіп жатады. Дәл сол секілді Тайсон Фьюри өзінің отбасында барлығын құрбан етіп жіберген кездері болған екен. Бірақ Құдайға шүкір, қайтадан өз ортасына адам ретінде оралғандығы бізді қуантады. Және жай ғана адам емес, мықты ұлы тұлға болып қайтадан оралды. Жай ғана чемпион емес, ол мықты чемпион ретінде тарихта қалатыны сөзсіз. Қазір енді 36 жаста, оның да енді алдағы мансабына қалай қарайтынымызды білмейміз. Байқасаңыздар, барлық жігіттер өте үлкен, жастары 36, 37, 41 жаста тіпті. Оның ішінде жұлдыз бола алатын жас жігіттер аз. Айтпақшы, өзіміздің қасымызда тұрған өзбекстандық Бахадур Жаловта 14-0 деген рекорды бар. Барлығын нокаутпен жеңіп келе жатыр. Алдағы 2 жылдан кейін Бахадур Жаловта мықты жекпе-жектерді ұйымдастырып қалуы мүмкін. Яғни белбеулерді алып, осы абсолют әлем чемпионы болып қалуы әбден мүмкін Бахадур Жаловта. Енді не дегенмен 2 дүркін олимпиада чемпионы ғой. Ол кез келген боксшының арманы негізі. 2 рет бір чемпиондық белбеуді, бір чемпиондыққа жетіп болғаннан кейін оны қайтадан қайталау, ол енді екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тарихта да ондай боксшылар өте аз. Сондықтан Бахадур Жаловтың да кәсіпқой мансабы да мықты болады дегенге сенуге болатын шығар. Енді әрине сын пікірлер көп. Бахадур Жаловтың кезіндегі қазір әуесқой бокста мықты жігіттер жоқ. Нокаутерлар, соққысы ауырлар дәл қазір жоқ деген сынды пікірлер айтылады, ал оның барлығын енді әрине алдағы уақытта көре жатармыз. Сіздің жалпы пікіріңіз қандай, ауыр салмаққа деген қызығушылығыңыз қандай, барлығын осы комментарийға жазыңыздар. Құрметті чемпион, біз бүгіннен бастап сіздермен бірлесе отырып, сіздердің балаларыңызға арналған осындай керемет
грушалар дейді ғой, осыларды сатуды жөн көрдік. Егер өздеріңізге ұнаған болатын болса, балаларыңыз үйде отырып, енді күн суып келе жатыр, өздеріңізге мәлім, үйде кішігірім балалар терлеп қан айналсын десеңіздер балаларыңызды, онда осы бір грушаларды алсаңыздар болады. Ал оны қайдан аламыз десеңіздер, мен төменде комментарийға нөмір қалдырамын, сол нөмірге хабарласып, бар жоғын және қай қаладансыз тапсырыс беру үшін барлық сол жерде ақпараттарды түгел ала алатын боласыздар. Сондықтан осы бір керемет дүниені қолдаңыздар. Біз осы дүниені сатып жатырмыз. Осы дүние арқылы сіздер де жақсы пайда таба бересіздер деген сеніміміз мол. Сіздерге бұл грушаны алатын болсаңыздар, қолғабы тегін берілетін болады. Жалпы бізбен болғаныңа үлкен рахмет, чемпион.